Баршаңызға сәлем достар, менің атым Алуа. Бүгін мен сіздерге осындай дәмді болып шығатын пиццаның рецептісімен бөлісетін боламын. Ал ендеше бастаймыз. Ең алдымен қамырын жасаймыз. Жылы су, тұз, қант қосамыз, ашытқы және де барлығын жақсылап араластырамыз. Бетін жауып 15 минутқа жылы жерге қоя тұрамыз. 15 минут өткен соң тағы да жақсылап араластырамыз. Сұйық май қосамыз және де ұнды қосып жып-жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей бізде осындай жып-жұмсақ болып шықты. Енді бетін жауып жылы жерге 40 минутқа көтерілуге қойып қоямыз. Мінекей достар, бізде осылай көтеріліп шықты. Енді мен оны 3-ке бөліп аламын. Енді қолымызды майлап және противеньді де майлап, қамырды противеньге осылай қолмен жайып шығамыз. Немесе оқтаумен де жаюға болады. 1 ас қасық майонез және де 1 ас қасық кетчуп. Кетчупты томат пастасымен алмастыруға болады. Содан кейін қасықтың көмегімен осылай жағып шығамыз. Кейін салмасын дайындап аламыз. Бізге керекті заттар колбаса, қызанақ, теркадан өткізілген сыр және де қияр. Сіздер салмасын өздеріңіз қалағандай жасасаңыздар болады. Енді колбаса мен осылай 3-1 қып турап алдым. Дөңгелек қып турасаңыздар да болады. Және де енді колбасаны осы біздің қамырымыздың үстіне қойып шығамыз. Кейін қияр, қызанақ және де ең соңында сырды саламыз. 180 градуста 30 минут духовкада пісіреміз. Мінекей достар, бізде осылай шықты. Өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осы видеоға лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Алуа.